бүгінгі күнде қыздар да, ер балдар да тезірек есейгілері келеді. Өскен соң енді жастары үйленуге, болмаса тұрмысқа шығуға уақыт келген кезде тезірек тұрмысқа шығуға, болмаса үйленуге дайынбыз деп есептейді да. Өйткені ер бала қызы табады, қыз ер баланы табады, сонымен бір-бірін ойбай күйем, сүйем, жаным, күнім дейді. Кейін біраз жылдардан кейін қиындық пайда болады. Сонымен біздің осы бағдарламамыздың ішінде ең бірінші тақырыптарымыздың бірі, сен үйленуге болмаса тұрмысқа шығайын деп жатсаң, енді болмаса шықсаң, әрине ажырасуға дайын бол деген. Неліктен достар? Біздің алдыңғы тақырып, бүгінгі тақырып кішігірім бұл мәселелерді ашады. Армысыздар, ассалаумағалейкум, сіздермен бірге бақытты жүрек бағдарламасы қош келдіңіздер. Достар, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, әрине лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен абьюзер деген тақырып. Абьюзер құрбанына айналмау үшін не істеу керек? Бүгін біз бұл тақырыпты ғаламтордан алып, кішігірім сіздерге толықтырып жеткізгіміз келіп отыр. Өйткені бұл тақырыпты психолог бір қатар кеңес береді. Бірақ атын айтпай қойын, өйткені мүмкін ол кісі біздің каналда есімін атаған қаламайтын шығар. Сондықтан құпия ретінде сақтайық. Асығыс. Бүгін елдер асығады үйленем деп. Өлем, күйем деп гүл сыйлайды. Кейін бара-бара қиын нәрселер пайда бола бастайды. Мысалы, карантиннің кесірінен Қытайда көп отбасы ажырасқан туралы естіген боларсыз. Қытай. Бүгін біздің өзімізде достар, статистиканы көтерсек өте шошитын анықтама расында да. Өзіміздің Қазақстанның өзінде талай адамдар ажырасып шықты. Неке қиярда өмір бақи бірге болуға уәде берген кезде 24 сағаттан 2 ай бірге болам деп кім ойлады дейсің? Егер өмірлік жарыңыз абьюзер болып шықса, тіпті қиын, сол емес пе? Карантин болмаса да қиын. Сонымен абьюзер деген кім достар? Онымен бірге бала жасамау үшін нені білу керек? Абьюз деген сөзді аударғанда қинау, зәбір көрсету дегенді білдіреді екен. Абьюзер зәбірлеуші. Әйелінің көзіне қолдан көзілдірік кигізетіндер де, күйеуінің миын жеп, амияның басынатындар да осы қатардан. Енді қалай айтады қалжың ретінде? Сенің қалтаң, біздің қалта, менің қалтам, менің қалтам дегендей. Психологтар бұны екіге бөліп қарастырады. Сексуалды және психологиялық абьюз. Дегенмен екеуі тікелей байланысты достар. Сексуалды абьюзге адамның өз келісімсіз дене мүшелеріне қол тигізу, жыныстық зорлық жасау жатады. Иә, бұл сөздер жайлы болмаса, бұнда анықтамалар жайлы бүгін бізде көп адамдар әңгімені көтеруге ұялады, бұнда анықтамаға іздеуге ұялады, болмаса біреумен бөлісуге ұялады, болмаса қорқады. Неліктен? Біз қорықпауымыз керек. Қолымыздан келгенін істеуіміз керек. Кеш болмай тұрған кезде. Басында байқасаңыздар, ондайлардан қашу керек достар. Дегенмен екеуі тікелей байланысты. Сексуалды абьюзге адамның өз келісімсіз дене мүшелеріне қол тигізу дегендей. Жыныстық зорлық жасау жатады. Күйеуі қалап тұрса, әйелі бас тартуға қақы жоқ деген әңгімеден шығады бұл нәрсе. Психологиялық абьюз бұдан гөрі кеңірек ұғым және оны кейде байқамай қаламыз. Басынан бастап жіктеп көрейік. Абьюзердің түрі қандай болады, оны қалай танимыз? Біраз анықтаманы біз алдыңғы тақырыпта өткен едік. Бүгін кішігірім арасында кейбір нәрселерді қайталаймыз. Бұл адамдардың айқын көрінісі келесіндей. Әлсіздерге жәбір көрсету, даяшыға әкірендеу, кішілерге әлімжеттік жасау, адамды бақылауда ұстауға тырысу. Қайда барасың? Онда не істейсің? Кім жазып жатыр саған деп. Енді бұндай сөздер есейгенде ғана емес, жас кезімізде тал естейтініміз ата-аналарымыздан. Сонымен критикаға бейім адамның минустар ғана көріп тұру. Саған арықтау керек. Үстіне киіп алғаның не? Адамды меншігі сияқты көру. Ешкіммен сөйлеспе, тек мендіксің. Сен кетсең өлем, болмаса өлтірем дегендей сөздер айтылады. Адамның жеке шекарасын сыйламау, телефонын қарау, тағы тым жақын келу, келісімсіз денесін ұстау, бағасын айта кеткендей. Басқа ешкімге керек емесінде сендіру. Сен тек менсің. Сен менсіз құрып кетесің дегендей. Сен сияқты адамды мен сияқты ешкім сүйе алмайды деп. Бұндай белгілер арқылы абьюзерді анық байқауға болады. Бірақ мұнымен бітпейді достар. Бүгін адамдар үйленгеннен кейін бұндай нәрселерді көрсетеді. Мен талай әңгімелер естідім. Ойлап көріңіздерші. Ер адамдар үйленбей тұрып осындайлар көрсетеді екен. Сен шықпасаң, мен жүрмесең өзіме қол салам дегендей, тамырымды кесем дегендей көп нәрсені істейді. Бір танысым бар, ол айтқан кезінде бір жігітпен кездесіп жүрген едім. Осындай маған концерт жасап берді дейді. Мен айттым, құрышы бар дедім дейді, жаңағы танысым.
егер де сен үйленбей тұрып осындай жағдайлар істеп жатсаң, сен үйленгеннен кейін не болады деп. Сонымен алдын ала байқау керек көп нәрсені, достар. Абьюзердің құрбанына айналу өте оңай. Өйткені олар басында идеал болып көрінеді. Адамдар енді сонша ғашық болғаннан, болмаса көп жүрмегеннен ба, көп кездеспегеннен ба, сонда енді романтикалық кинолар көп көріп қойғаннан ба. Енді әрине шетел кинолар көп көргеннен көп адамдар бүгін көп нәрсені ажырата білмейді. Үнемі көңіл бөліп жүреді. Ешкім айтпаған жақсы сөздер айтады. Бітпейтін сыйлықпен таңғалдырады абьюзер деген. Ешқашан ұрыспайды және әркез асты үстіне түсіп жүреді. Ақ боз атты ханзаданы күтіп отырған қыз барлық жағынан мінсіз жігітті көріп, есінен айырылып қалады, дейді психолог. Жұбыңыз абьюзер болып шықса не істеу керек, достар? Психологымыздың ұсынысы: некеден бұрын тексеріп алыңыз, достар. Идеал адамға күмәндану қиын, бірақ оның шын бейнесі көрсетуге мүмкіндік жасау керек. Бір себеп тауып ұрыс бастап көріңіз. Кез келген маңызы төмен нәрсе үшін дұрыс шығарыңыз. Ашуға мінген адамның әрекеті оның бет-пердесін шешіп береді. Маскасын шешеді, былай айтқан кезде. Сіздерге бір ұсынысым бар. Лицензия на брак деген, енді қазақшасы жоқ, өкінішке орай, бірақ орысшасы бар. Шетелдік көркем фильм «Лицензия на брак» деген көріп көріңіздерші. Қарым-қатынас жайлы, расында да. Ер адам мен әйел адам бірі-біріне расында бірге бір баспана болуға, бір жанұя болуға дайын ба, дайын емес па деген мағыналы кино. Бүгін ондай сабақтардан ешкім өтпейді. Кім бүгін оқу үйрену керек, қалай жанұя болатындай. Күйеу, жақсы күйеу болатын кім үйренгісі келеді? Бүгін үйренбейді. Адамдар айналада не көрді, соны істейді. Әйелдер де солай істейді. Ал баланы тәрбиелеуші, мұнда несі бар дейді. Бірақ баланы тәрбиелеу үйрену керек. Ата-ана болуды үйрену керек, достар. Жарайды, тақырыбымызды ары жалғастыра кетейік. Көрген бейнеңіз өзіңізге ұнамаса, қияли әлемнен оралып жағдайға объективті қарау керек. Осындай адаммен өмір сүре алам ба деп ойланыңыз. Жауабы жоқ. Жауабы жоқ болса, бұндай адамнан қашу керек, достар. Уақыт өте дұрысталады. Кен өзім тәрбиелеп алам деген ойдан аулақ болыңыз, достар. Ол өзгереді деп. Болмаса бір иллюзия, ертегілерге сенбеңіз. Бұл өмір, бір өмір. Ертең не болатынын сіз білмейсіз. Ол адам өзін қалай көрсететін, қазір өзінше қалай көрсетіп жатса. Соның өзінде байқамай тұрмыс қойып қойсаңыз, амалсыз күресу керек. Біріншіден, ол адамды ақтап алуды, өзіңізді кінәлауды қойыңыз. Адамдар жиі өзін расында да кінәлайды. Мен тамақты дұрыстап істегенде ашуланбаушы еді. Ол тусам ұрмаушы деген позициядан арылу керек. Егер де қол жұмсаса, бұл ұрады, сондағы сүйет деген мақалдың бірі емес, достар. Ұрса, қайта сізді ол сүймейді, сізді сыйламайды. Ондай ұрған адамды мен еркек деп сыйламаймын. Айтамайым да, ол жай адам, кісі біреу ол. Ондай адамдар зорлыққа әрқашан себеп табады. Ешқандай себеп зорлықты ақтамайды. Екіншіден, оларға қарсы тұру керек. Әрдайым оның көңілінен шығу міндетті емес екеніңізді, өзіңіздің жеке шекараңызды қорғай алатыныңызды, құқықтарыңызды білетініңізді көрсету керек. Ол үшін құқықтарыңызды білу де керек, әрине. Бүгін Құдайға шүкір, өкімет бүгін көп нәрседен көмектесуге дайын болып отыр. Бара-бара жаңалықтар шығып жатыр, ақпараттарды байқап жатырмын. Кезінде мысалы бытовуха деп полиция болмаса өкімет кіріспейтін. Қол көтеріп жатыр ма, не болып жатыр ма? Ажырасып кетсе де өкімет көмектеспейтін. Қазір кішкене заңдар өзгеріп жатыр, Құдайға шүкір. Бүгін абьюзерлер енді құр қалмайды. Оларды заңға тартады. Өте маңызды нюанс, достар. Абьюзер деген тек еркектер емес, сонымен қатар алдыңғы тақырыпта да айта кеткендей әйелдер де. Достар да, туыстар да, ата-анада да, әріптестер де, бастық та болуы мүмкін. Әйелдер физикалық күш көрсетпегенімен, кім білсін, ондайлар да бар шығар. Психологиялық әсер жасай алады және олардың қолынан келеді. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман, енді кешіріңіздер қатты сөзге, енді қатын қайдан шығады деген сөз осындайларға қатысты айтылған. Тұрмысқа шыққаннан кейін үйдің бюджетін бақылауға алу, отбасылық шешімдерді өзі қабылдау, күйеуін үнемі кінәлап, еңсесін басу әйел абьюзердің көрінісі. Олардың тұрақты қолданатын сүйікті сөздерінің аңғаруға да болады. Неге үйде жата бересің? Неге көбірек жұмыс істеп ақша таппайсың? Жұмыс деп маған көңіл бөлмейсің? Қайда болдың? Үйге ақша аз әкелсің. Қайда болдың? Үйге ақша аз әкелесің. Мүмкін тығып жүрген шығарсың. Таныс сөздер ғой, достар, таныс сұрақ қой. Абьюзерлерді педофилдерге ұқсататындар да бар. Бірақ педофилдерді ауру деп қарастыратындар да кездеседі. Ал абьюзер болу адамның өз таңдауы. Олар бұндай әрекетке саналы түрде барады. Өзіне ыңғайлы құрбанды іздеп, оны байыппен дайындайды. Сол үшін көбіне тек жақсы адамдар құрбан болады.
бұл жақсы адам болмау керек деген сөз емес. Жақсы болған жеткіліксіз, аңғарыппас әрі білімді болу керек дегенді білдіреді. Қалай абьюзер болмауға болады? Жоғарыдағы симптомдарды өзіңізден байқап қалуыңызда ғажап емес достар. Өйткені адамдар барлық кезде өз жұбын саналы түрде зорлауға тырыспайды. Қайткенмен жақсы көреді ғой, сол емес пе? Сондай кезде не істеу керек дейсіз ғой? Жауап өте қарапайым. Біреуге зорлық жасап, содан ләззат алуға тырысатындардан өздері бақытсыз келеді. Сол үшін ешкімге тәуелсіз өзіңіз бақытты болуды үйреніңіз және сол арқылы басқаларды бақытты етіңіз. Егер де қиын жағдайларды байқасаңыз, сізге кеңес ондай жағдайды тек қана біз кинолардан көретінбіз. Бүгін бізде де жиі кездеседі. Ұялмаңыз, қысылмаңыз, психологтарға жүгініңіз достар. Психологқа барыңыздар, ол сіздерге көмектеседі. Бәрі дереу жақсы болады деп айтамаймын, бірақ сіздерге бір қалыпты болмаса бақытты көрсетеді. Және де ең бастысы достар, Құдайдан ақыл-ой сұраңыздар. Құдай сізге көмектесуге дайын. Егер де қиын жағдайда болсаңыздар, осы секілді көмек керек болса достар, болмаса ақпарат керек болса, бізге бейнежазбаның бетіндегі WhatsApp нөмірімізге хабарласыңыздар достар. Сізбен біздің арамыздағы анықтама біздің арамызда қалады. Келесі жолға дейін сау, саламатты болыңыздар. Алла тағала сіздерге жар болсын.